Жақсы балалар, менің даусым сіздерге жақсы естіліп тұрса, онда сабағымызды бастайық. Сіздермен бүгін бізде ашық сабақ. Жалпы сіздер бірінші курс болғандықтан ашық сабақты бірінші өтіп тұрған шығарсыздар, иә? Ашық сабақ дегеніміз бұл өткен сабақтарға біздің әдеттегі дәрісіміздей ешқандай айырмашылық жоқ. Бұл жерде кішкене сіздерде өткен сабаққа шолу жасаймыз және жаңа сабақтармен таныстырамыз сіздерді. Бізде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ата-аналар мен балалардың алименттік міндеттемелері. Жалпы сіздерге өткен сабақта өткен болатынмын. Алимент қандай жағдайда төленеді? Сіздер жауап берсеңіздер, өтініш. Студенттер, алимент қандай жағдайда пайда болады? Алимент егер жас отбасыда ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайда бала кім жақта қалады, сол адам сотқа арыз беріп, алимент төлетіп алуға, өндіріп алуға болады. Мүмкіндігі бар. Мысалы, егер де бала анасымен қалатын болса, анасы сол күйеуіне арыз жазып, сот арқылы алимент төлетеді. Жақсы, Нұрбол, молодец. Енді сабағымыздың жоспарымен танысайық. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің бірінші жоспарымыз бұл жерде біздерде ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларды асырап бағу жөніндегі міндеттері. Екінші жоспарымыз бұл бізде кәмелетке толмаған балаларға тұрақты ақша сомасы түрінде алимент өндіріп алу. Және үшінші бізде кәмелетке толған балалардың ата-аналарын асырап бағу жөніндегі міндеттері. Яғни алимент бұл бізде жоспар бойынша байқасаңыздар, алимент бұл тек қана балаларға емес, яғни кәмелетке толған балалардың да ата-аналарына да төлейді екен, иә? Өткен жолғы сабақта бұны айтып өткен едік, кішкене тоқталып өткен едік. Бүгін тағы да бір сіздерге шолу жасайық. Сабақтың мақсаты бұл жерде сіздерге кәмелетке толмаған балаларды асырап бағу сот тәртібімен өндіріп алынатын алименттің мөлшерін анықтау. Және біздегі алименттің мөлшері қандай және шетелдегі алименттің мөлшері қандай. Осы алиментке байланысты және балалардың құқықтарына байланысты қандай конвенциялар, қандай заңдар бар. Соның бәріне бүгін шолып өтетін боламыз. Так. Жалпы ерлі-зайыптылардың балаларының алдындағы міндеттері, қандай міндеттемелері бар? Ерлі-зайыптылар, яғни ата-аналардың балаларының алдындағы міндеттемелеріне кішкене тоқталып өтсеңіздер. Нұрбол, Мөлдір қайда? Мөлдір. Ата-ана баласы кәмелет жасқа толмағанша бағу тиіс міндетті. Егер де баланы асырағысы келмей, егер балалар үйіне беретін болса, сот ата-аналарға алимент төлетуге құқығы бар, баланы содержать ету үшін. Ата-аналардың балаларының алдындағы міндеттемелеріне тоқтайық. Нұрбол, сіздің ата-анаңыздың сіздің алдыңыздағы міндеттемелерін айтып өтсеңіз. Сізді асырап бағуға, тегін білім беру, білім алуыма кедергі жасамау керек. Яғни ата-аналар балаларын асырап бағуға, қандай да білім ордасында жаңағы оқимын десе, сол оқуына кедергі жасамауға, жаңағы өзіне керекті қажеттіліктерін бәрін алып беруге, аш қалдырмау керек, ата-аналарының сізге жаңағыдай. Былайша сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, жай тілмен айтқанда, сіздерді қарындарыңызды тойдырып, киіндіріп, жаңағыдай оқуларыңызға кедергі жасамау керек, Жақсы балалар. Онда дәрісімізді бастайық, балалар. Жалпы бізде бірінші сұрақ бойынша ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларын асырап бағу жөнінде
міндеттеріне тоқталайық. Бұл бізде өздеріңіз білесіздер, неке және отбасы заңының 20 тарауына сәйкес өздеріңізде кәмелетке толмаған балаларын асырап бағу туралы келісім жасауға құқылы деп көрсетілген. Сіздер жаңағы adliyetzan.kz порталына кіріп отырсаңыздар болады қазір. Балалар звукты өшіріп қоямыз. Жалпы, егер ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған балаларды асырап бағуына алмаса, кәмелетке толмаған балаларды асырап бағуға арналған қаражат ол ата-аналарынан сот тәртібімен өндіріп алынады, иә? Және ата-аналардың алимент төлеу туралы келісімі болмағанда, кәмелетке толмаған балалар асырап бағуға алынбағанда және сотқа талап арыз берілмегенде, қорғаншы не болмаса қамқоршы орган кәмелетке толмаған балаларға олардың ата-анасынан, яғни олардың не папасынан, не мамасынан, яғни ата-анасының біреуінен алимент өндіріп алу туралы талап қоюға құқылы болып табылады. Кәмелетке толмаған балаларды асырап бағу сот тәртібімен өндіріп алынатын алименттің мөлшері қандай, білесіздер ме? Қанша балаға қанша пайызда төленеді? Алимент төлеу туралы келісім болмаған жағдайда сот кәмелетке толмаған балаларға олардың ата-анасының алиментті ай сайын, яғни ай сайынғы табыс көзінің мөлшерінен бір балаға ата-анасының табысының немесе өзге де кірісінің 4/1 бөлігін бір балаға, екі балаға 3/1 бөлігін, ал 3 және одан да көп балаға тең жартысын өндіріп алады. Түсінікті ме? Яғни сіздер бір бала болсаңыздар, ата-анаңыздың табысының 4/1 бөлігін, екі бала болсаңыздар 3/1 бөлігін, ал егер де 3 не болмаса қандай да бір көп бала болсаңыздар, жаңа тең жартысын өндіріп алады. Дегенмен бұл тұрақты мөлшер емес. Егер де сіздер, яғни 4 бала болса да жарты бөлігі, 10 бала болса да жарты бөлігі деген нәрсе жоқ. Яғни бұл мөлшер соттың өзінің шешімі бойынша өзгеріп отырады. Болған жаңағы алименттің мөлшерін сот жаңағы ерлі зайыптылардың материалдық және отбасылық жағдайларына назар аудара отырып, және олардың жаңағы жағдайларын ескере отырып, алименттің мөлшерін көбейтуі мүмкін, не болмаса азайтуы мүмкін. Жалпы кәмелетке толмаған балаларға алимент төлеу, бұл алимент деген негізінде қай жақтан пайда болды? Алимент дегеніміз бұл бізде латын тілінен пайда болған. Латын тілінде бұл алиментиум деген мағына деп айтылады. Бұның мағынасы бұл жерде тамақтандыру, асырау деп аударылады. Ал заң қарастырған жағдайларда алимент ол отбасының бір мүшелері басқа мүшелердің пайдаларына төлеу тиіс қаражат болып табылады. Мен сіздерге қазір міне мұнда қарасаңыздар болады. Латын тілінен аударғанда тамақтандыру, асырау деп аударылады. Ал заң қарастырған жағдайлардағы алимент ол отбасының бір мүшелері басқа мүшелердің пайдаларына төлеу тиіс қаражат болып табылады. Алименттер алуға құқығы бар екінші адамға бір адам беруге міндетті болып табылатын асырау қаражаты болып табылады. Яғни алименттің міндеттеме негізі болып отбасылық қатынастар, ал мақсаты тізімі заңда көрсетілген отбасының еңбекке жарамсыз және мұқтаж мүшелерін қамтамасыз ету болып табылады. Балалар жастарына байланысты өздерінің құқықтарының, соның ішінде ата-аналармен қатысты құқықтарын қорғауда әлсіз болып табылғандықтан оларға алимент төленеді. Жалпы ТМД елдерінің барлығының заңнамасы ата-аналарды өздерінің кәмелетке толмаған балаларын асырауға, ал еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларын өмір бойы қамтамасыз етуге міндеттейді. Егер де бұл жерде айтып тұрғанымыз, егер де сіздің жаңағы қандай да инвалидство дейміз ғой, жаңа мүгедектігіңіз бар болса, еңбекке жарамсыз, яғни еңбек әрекеттікке қабілетсіз болсаңыз, ата-анаңыз сізді тек қана кәмелет жасқа толғанға дейін ғана асырап бақпайды, өмір бойы асырап бағуға міндетті болып табылады. Түсінікті ме, студенттер? Иә, түсінікті.
Ал ата-аналық құқықтан бас тартқысы келген азаматтар болатын болса, не болмаса азаматшалар ата-ана құқықтарынан бас тартқысы келетін болса, бұл жағдай мүмкін болмайды. Мүмкін сіздерге екі кезеңмен байланысты болады. Біріншіден, олар ата-аналар өз еркі бойынша баламен құқықтық байланыс негізі болып табылатын биологиялық туыстық қатынастарын тоқтата алмайды. Яғни менің балам емес деп бас тарта алмайды. Екіншіден, бұл жерде ата-аналық құқықтан бас тарту нормаларға қарама-қайшы болып табылады. Толықтай алғанда алименттеу мүлікті берумен мәжбүрлеп орындалатын міндеттеме екенін ескере отырып, алименттік міндеттеменің шарты болып, нағыз жанұялық қатынастардың бұзылу фактісін, міндеттердің өзіне міндеттелген субъектілерін қамтамасыз етуден бас тарту фактісі екенін назар аударғандарыңыз дұрыс болады. Отбасындағы алименттік міндеттемелердің пайда болу негіздері және түрлеріне қарасаңыздар, мұнда екінші слайдқа қараңыздар. Алименттік міндеттеме мынадай заң фактілеріне негізде пайда болады деп көрсетіп тұр. Сіздерге үш түрін көрсетіп тұр. Субъектілер арасында отбасылық қатынастар бар болғанда, жақтар арасындағы келісімдер немесе заңда қарастырылған алиментті төлеу қажетті шараларының болуы. Және үшінші түрі бұл алимент төлеу жақтардың келісімі немесе соттың алимент төлеу туралы шешімі бойынша өндіріп алынады. Яғни пайда болады. Балалар, бұл жерде алимент төлеу бұл тек қана ерлі зайыптылардың арасында пайда болмайтынын көрсетіп тұр сіздерге. Яғни бізде әкетануды білесіздер, иә? Біз өткен сабақтарда өткен болатын сіздерге баланың туу туралы сабақ өткен кезімізде әкетану деген. Мысалға сіз азамат пен азаматша ерлі зайыпты болмаса да, дегенмен ортада бала болуы мүмкін, иә? Сондай жағдайда әкетану арқылы баланы әкесінің атына өткізіп, дегенмен отбасылық қатынаста тұрмайтын болса, ондай жағдайда әкетану арқылы танылған әкесі жаңағы некесіз пайда болған баласына алимент төлеуге міндеттенеді. Яғни мен некеде тұрған жоқпын, ол баланың жаңа алиментін төлемеймін деп бас тартуға болмайды. Яғни олай бас тарта алмайды. Алименттің түрлеріне келейік. Алименттің түрлері жалпы мұнда қарасаңыздар болады. Ерлі зайыптылардың біріне және бұрынғы ерлі зайыптылардың біріне төленетін алименттер дейді. Мысалға, бұл жерде еңбекке жарамсыз мұқтаж ерлі зайыптылардың бірі. Яғни жүктілік кезінде зайыбына және ортақ бала туғаннан бастап 3 жыл ішінде 18 жасқа толғанға дейін ортақ мүгедек баланың күтімін жүзеге асыратын мұқтаж зайыбы. Егер келісушілік немесе келісім болмаса, онда алименттерді төлеуге сотқа талап арыз беруге болады. Алимент мөлшерін сот шешеді. Яғни сіздің жұбайыңызбен әлі бала дүниеге келмей жатып ажырасатын болсаңыздар, ондай жағдайда сіз жаңағы жүктілік кезіндегі жұбайыңызды қамтамасыз етуге және баланың пайда болғаннан кейін 3 жыл ішінде толыққанды қамтамасыз етуге, кейіннен 18 жасқа дейін жаңағы алимент бойынша, яғни табысыңыздың 4/1 бөлігін беріп отыруыңызға болады. Яғни міндеттенесіз. Келесі түрі бұл кәмелетке толған, бірақ еңбекке жарамсыз балаларға алименттер. Яғни бұл кәмелетке толған болса да, еңбекке жарамсыз болғандықтан ата-аналар оны өмір бойы асырап бағуға тиісті болып табылады. Үшінші түрі бұл бізде еңбекке жарамды және ата-аналар көмекке мұқтаж өздерінің кәмелетке толған, бірақ еңбекке жарамсыз балаларын асырауға міндетті болып табылады. Бұл жағдайда ата-ана арасында келісім болмағанда алименттер мөлшерін сот отбасының материалдық жағдайына байланысты анықтайды. Яғни ата-аналар бас тартқан жағдайда сот олардың табыс көздерінен соттың шешімі бойынша тағайындалады. Кәмелетке толған балалардың еңбекке жарамсыз ата-аналарын асырауына байланысты алименттер. Яғни бұл дегеніміз өткен сабақта өттік. Мен өткен сабақта шолу жасап кеттім сіздерге. Бұл сіздің ата-анаңыз, қартайған ата-анаңыз болуы мүмкін, еңбекке жарамсыз, не болмаса қандай да ата-анаңыздың мүгедектігі болуы мүмкін. Сондай жағдайда сіздер жаңағы ата-аналарыңызды қамтамасыз етуге міндеттенесіздер. Егер де өзіңіз басқа қалада болатын жағдайда, сіз жаңағы асырап бағатын адамды жалдап, оның жаңағы жалақысын өзіңіздің табыс көзіңізден беріп отыруға міндеттенесіз.
Балалар, сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбей жатқан жерлеріңіз бар ма? Мен естіліп тұрмын ба? Сұрақтар жоқ, бәрі түсінікті. Жақсы. Енді біз жаңағы шетелдің алименттік мөлшерлеріне келейік. Шетелдерде қандай алименттің мөлшері қалай екен, қалай төленеді екен? Қазір мен сіздерге слайд ашам. Міне, мұнда ақштың жаңағы заңнамасы бойынша бұрынғы ерлі-зайыптылардың біреуіне төлеу керек алименттің түрлері көрсетілген екен. Яғни оларда алименттің 3 түрі бар екен: тұрақты, уақытша және қалпына келтіру. Тұрақты алимент дегеніміз бұл аз қолданылады екен, кейбір шарттарда мұндай алимент түрі мүлдем қолданбайды екен. Ал уақытша алимент ажырасу сатысындағы уақытта төленетін алимент екен. Яғни ажырасуға дейін сот сіздерге бірнеше уақыт береді ғой, жаңағыдай 3 ай уақыт беру мүмкін, 6 ай уақыт беру мүмкін, оған дейін ойланыңыздар деген сияқты. Дегенмен ол уақытта да сіздер бір-біріңізбен ажырасу сатысында болсаңыздар, онда сол уақытша төленетін алиментті төлейсіздер. Мұндай алименттің түрі басқа штаттарда әйел жақ жеңіп шығады екен көбінесе. Қалпына келтіру алименттің мақсаты бұл жерде реабилитация деп көрсетіліп тұр ғой сіздерге. 3-ші түрі қалпына келтіру алименттің мақсаты бұл алимент алушы алимент ала отырып өзінің кәсібилігін арттыру, қайта мамандандырылуы, тәжірибе алуына және ары қарай өзін асырауға мүмкіндік беру үшін қажет екен. Алимент, егер алимент алу жұбайы басқа некеге отырса, немесе басқа азаматпен азаматтық некеге бірге тұратын болса, тоқтатылады екен. Англия елінде бұрынғы ерлі-зайыптылардың алименттік міндеттемелері бойынша алимент төлеу тек бұрынғы жұбайына арттырылады. Англияда бұрынғы ерлі-зайыптылардың ең төменгі, ең жоғарғы алимент төлеу қаражаты анықталмаған екен. Яғни оларда жаңағыдай біздің 25 мың теңге төлеуіңіз мүмкін, жаңағы 25 мың доллар, кешіресіздер, 25 мың теңге не болмаса 50 мың теңге деген сияқты ақшаның мөлшері көрсетілмеген. Яғни оларда табыс көздеріне байланысты әркімде әрқалай болып табылады. Яғни біздегі сияқты 3-тен 1 бөлік, 4-тен 1 бөлік деп көрсетілмейді. Жаңа соттың шешімі бойынша және ерлі-зайыптылардың екі жақтың келісімі бойынша шешіледі екен. Англия соты ажырасқан ерлі-зайыптылардың алимент төлеуді көбіне бұрынғы жұбайына арттырады екен, ал ол әйелін өмір бойы асырауға міндеттенеді. Қызық, иә? Сіз жаңағы өзіңіздің әйеліңізді ажырасқаннан кейін де өмір бойы оны қамтамасыз етесіз, жаңағы некеге тұрғанға дейін. Егер де жаңа некеге тұратын болса ғана сіз жаңағы оны асырап бағудан тоқтатылады екенсіз. Жаңағы бұл жерде сіздерге Англия соты 3 жылға дейін асырауға міндеттейді деп көрсетілген екен. Яғни балаларды 3 жылға дейін ата-анасымен тұрған кезде 3 жылға дейін ғана міндеттейді деп көрсетілді. Қызық екен, бұл жерде баланы яғни толыққанды қамтамасыз етпейді деп көрсетілді. Бізге бұл ақш заңнамасы тиімсіз болып табылады, балалар. Сіздерге қалай? Менің ойымша ақштың заңнамасы өте тиімсіз болып тұр деген себебі 3 жыл ғана баланы қамтамасыз ету бұл өте аз мөлшер. Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Алиментті қанша мөлшерде төлеу керек? Қанша жыл төлеу керек? Бала қай уақытқа дейін ата-анасының жаңағы қарауында болу керек деп ойлайсыздар? Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Бала не ғой, өсіп жетіліп, жұмысқа жарамды, жалпы өзін асырай алатын жағдайға жеткен кезде алимент төлеу тоқтатылатын шығар. Жаңа несі төлеу жағы жалпы сол ажырасқан жаңа алимент төлегенде бұрынғы жұбайы мен баласын асырайтындай қаражат болу керек деп ойлаймын негізінен. Сіздің ойыңызша неше жасқа дейін баланы қамтамасыз ету керек ата-анасы? 19-20 жас болса болатын шығар, өйткені 18 жаста да болады негізінде, бірақ егер жаңа жұмысқа қабілеті әлі не болса да, толыққанды жетілген болса дейсіз ғой. Толыққанды жетілмей тұрса,
сол 20 жаста енді алға қарай ұмтылыс не болады, сонымен жаңа ары қарай өз-өзін асырап кете аламын дейтін болса, онда болатын шығар тоқтатуға. Егер тоқтатуға да, өйткені сол кезге дейін 19-20 жасқа дейін асырау керек деп ойлаймын өз басым. Жақсы, рахмет. Нұрбол, сіз қалай ойлайсыз? Адам жұмысқа қабілетті болатын жас ол 16 жас, ал 18 жас кәмелет жасқа толғаннан кейін ол толыққанды қоғамның мүшесі болып саналады. Сол себепті 18 жас деп ойлаймын. Жақсы. Демек, сіз біздің Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңы бойынша келісесіз, иә? Иә, келісемін. Жақсы, жарайсыздар, балалар. Енді біз Франция мемлекетінің, мына сіздерге слайд көрініп тұр ғой, иә, балалар? Балалар, мен ашып жатқан слайдтар көрініп тұр ғой, жақсы. Енді бұл жерде сіздер Франция мемлекетінің әлеуметтік міндеттемелеріне қарасаңыздар, бұл жерде Франция мемлекеті әлеуметтік міндеттемелерді азаматтық кодекспен реттейді екен. Бұларда, яғни біз сияқты неке және отбасы заңы деген сияқты арнайы кодекс жоқ екен. Олар азаматтық кодекспен бәрін реттейді екен. Оларда Францияның азаматтық кодексінің 217-ші бабы бойынша ерлі-зайыптылар отбасыға мүмкіндігінше өздерінің үлесін қосу қажет деп көрсеткен екен. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысы бір-бірінен алимент талап етуге құқылы. Бұрынғы жұбайы апатқа, денсаулығына, белгілі жасына байланысты әйелінен алимент сұрауға құқығы бар. Франция соты ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде мынадай жағдайларды ескереді деп көрсетті. Ол қандай жағдайлар екен, қарап шықсаңыздар. Ерлі-зайыптылардың материалдық жағдайын, табыс көздерін таба алатындығын, мүліктік жағдайын және өзге табыс көздерін анықтайды екен. Келесі түрі бұл баланың бар екенін және егер бала болса, баланың материалдық жағдайын және қажеттілігін анықтайды екен. Және ерлі-зайыптылардың жастарына байланысты, денсаулығына байланысты анықтайды екен. Және соңғы ерлі-зайыптылардың әрқайсысының қаржы және біліктілігін анықтайды екен. Қызық екен. Жалпы бұларда бізде азаматтық кодекс бойынша біз ерлі-зайыптылардың жаңағыдай арнайы кодекс арналмаған екен. Яғни неке және отбасы кодексі бұларда ондай кодекс жоқ екен. Енді әр мемлекетке әрқалай, әркім өзі қалай шешеді, солай болады, балалар. Бізде негізінде менің ойымша неке және отбасы заңы өте тиімді қолданылған, иә? Бізде барлығы анық түрде көрсетілген. Енді келесі біз бұл жерде Италия мемлекетіне келетін болсақ, Италия мемлекетінің заңнамасы бойынша, егер алдыңғы некесін бұзғанына 10 ай толмаса, жаңа некеге тұруға болмайды екен. Яғни бізде мысалға ажыраса салысымен жаңағы басқа некеге тұруға болады деп, бұлар олай істемейді екен. Жаңағы 10 ай толмаса, жаңа некеге тұруға болмайды екен. Жаңа неке құру үшін итальянстар коммунадан арнайы рұқсатнама қағаздарын алу қажет екен. Бұл мемлекеттің өзіне тән құқықтық материалдық нормаларымен ерекшеленгенімен өзге де елдер сияқты алименттік өндіру қатаң жүргізіледі. Яғни ажырасқан және бөлек тұратын жұбайына, сондай-ақ балалардың шығындарына көмектесуге ерлі-зайыптылардың бір жағы міндеттенеді. Мысалы, Израиль мемлекетін алатын болсақ, дейді, алимент өндіру туралы заң бойынша екі жағдайда алимент өндіруге болады. Біріншісі бұл ұлттық сақтандыру қызметіне жүгіну арқылы, ал екіншісі алимент алушы шетел мемлекеттерге шығатын болса, алимент алу құқығынан айырылады екен. Яғни өз мемлекетінде жүру керек деп көрсетілген екен. Балалар, басқа да сұрақтарыңыз бар ма сіздердің маған? Менде сұрақ жоқ. Жақсы, балалар, бүгінгі сабақтан не түсіндіңіздер? Алимент қанша мөлшерде төленеді екен? Бір балаға қанша мөлшерде? Екі балаға қандай мөлшерде төленеді екен? Бір балаға 4/1, екі балаға 3/1, одан көп болса жартылай тең жасы төленеді алименттің солай. Алимент төлеу туралы келісім біздің неке және отбасы заңының қай тарауында көрсетілген екенін мен жаңа басында айтып өттім сіздерге.
Нурбол. 20 тарауында. Жақсы. Алименттің қандай түрлері бар екен, балалар? Тек қана балаға төлене ме екен? Тек қана 18 жасқа дейін ғана төлене ме екен? Қалай екен? Алименттің жаңа басқа да түрлері әкелік жағы деп айттыңыз. Тек қана әкесі төлейді ма не бізде? Бізде ерлі Жаңа не зайыптылардың? Балалар кәмелетке толмаған балаларға төленетін алимент, одан кейін бала кәмелет жасқа толып, ата-аналары егер мүгедек болатын болса, соған төленетін алимент бар. Және де егер бала баланы асыраудан бас тартып, оны төленеді. Және бізде алименттің тағы бір түрі, бұл 18 жастан асса да баланың еңбекке қабілетсіз болса, төленетін алимент түрін ұмыттыңыздар, иә? Сондай тағы бір түрі бар. Жақсы. Жақсы балалар, басқа сұрақтарыңыз бар ма маған? Сіздерге қалай екен? Шетелдің, яғни ақш-тың, не болмаса Францияның, не болмаса Италияның заңдары дұрыс па екен? Жоқ әлде сіздерге қай түрі ұнайды? Біздің Қазақстан Республикасының алименттік төлеу мөлшері келісімі қалай сіздерге? Басқа шетелдердікі қалай екен? Қазақстанда алимент төлеу заңдары барлығына түсінікті және нақты. Ал басқа елдердікі ол күрделілеу, біз үшін қиын. Бізге тиімсіз, е, былайша қарасаңыздар. Жаңағы шетелдерде, біреулерінде, жаңа Англияда дедік па, 3 жыл ғана қамтамасыз етеді дедік, е? Өте тиімсіз, е, ол бізге. Жақсы балалар, біздің уақытымыз аяқталған екен. Мына жерде бізге Zoom уақыттарыңыз бітті дейді. Сұрақтарыңыз болса, маған жазбаша түрде жіберсеңіздер болады. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сабағым түсінікті деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған жекеге шығып хабарлассаңыздар болады. Жақсы балалар, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.